12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Кеш жарық, әрбір ер азаматтың алдында ашылар есігі болсын, әрбір әйел азаматтың алдында тербетер бесігі болсын. Сәлеметсіздер ме, әлеумет? Бүгін біз тікелей эфирде кешкі қонақ бағдарламасын бастаймыз. Біздің қонағымыз атыраулық ару, өздеріңізге танымал, елімізге танымал нумеролог Тұрсынкүл Күзденбаева. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Біздің студиямыз сізге таныс. Бұған дейін де біраз эфирлерде шығып, біраз мәліметтер айтқанбыз. Бірақ сонда да болса, сіздің жаңағы жорамалыңыз, сіздің сөздеріңіз біздің көрермендерге өте қызық болғандықтан тағы бір рет шақыруды ұйғардық. Қош келдіңіз. Рахмет. Разымыз. Соңғы 1-2 жылдарда қандай өзгерістер болып жатыр? Өзіңіз ары қарай жаңағы осы нумерология саласындағы біліміңізді, не дейді, көрген білгеніңізді дамытып жатқан шығарсыз? Иә, дамыту үстіндеміз. Дегенмен де енді базовый білетін нәрсе, енді бұл есеп қой. Есептің арқасында әр адамның қалауы бойынша, сұранысы бойынша әртүрлі көмектесіп жалғастырып жатырмын. Жалпы мынау менің сұрайын дегенім, енді сұрақтар болып жатыр. Барлық адамға енді өзінің туған жылы, туған күні, ол кезде, ол санда не үшін өмірге келгені қазір қызық қой. Қазір деген не дейді, цифрлық даму заманында барлық адамдар өздерінің қалай болатын, өзінің саны не беретін білгісі келеді, оны жарым-жартылай біліп жатады, бірақ анық-қанығын білу үшін сізге хабарласады. Мен мынау сұрайын дегенім, бірінші сұрағым мынау, біздің елімізге, ұлтымызға танымал азаматтар бар, мысалы үшін Жамбыл Жабаевты алайық. Біздің облысымыз Жамбыл Жабаевтың атында. Бұрын Тараз қаласы да Жамбылдың атында, Жамбыл деп аталған, одан кейін Тараз деп өзгерген. Ол кісілердің де, ол кезде енді санау деген нумерология болмаған ғой. Негізі ол кісілердің де бір керемет данышпандығы санына байланысты болған шығар, сол туралы айтыңызшы. Әлбетте, себебі әр мекеменің басшысы, көшбасшысы немесе елдің әртүрлі, мысалы, үлкен мемлекеттердің басшылары жай адамдар емес, жай адам болмайды. Неге? Себебі бізде есептеп алғанда адамның бойында миссиясы болады. Жай адам миссиясы келмейді. Талай эфирлерде айтып жүремін. Сол миссия кім болады? Көп жағдайда көшбасшылық мемлекет саласының қатысы бар, оның атауы бар. Көшбасшылық белгі деген бар. Знак власти деп атырамыз. Содан кейін өмірде із қалдыратын адам бар. Ол сізге жақын творчествоға қоса, олар интеллектуалдық аналитиктер мықты болғаннан кейін, аналитикасы өте тылсым дүниесінде табиғатына мықты болған кісілер көп жағдайда көшбасшылық немесе сондай бір тұлға болады. Сонымен қатар тағы бір ерекше жандар, ол мыңдық белгісінің адамдары. Мыңдық белгі деген олардың аталуы мыңдық болғанмен де, тысячник, яғни оларда атақтылық жазылып тұр. Знак известности, белгі, яғни. Қаласаң, қаламасаң атақты боласың десеңші. Иә, солай болу керек. Сол үшін, мысалы, кішкентай балаларда білу керек. Себебі көп жағдайда біз білмейміз. Ал үлкен кісілер көп жағдайда үлкен мықты адамға мықты сынақ береді деп атырады қазақта. Не үшін олай айтылады? Себебі мыңдық белгінің, мысалы, немесе Жамбыл Жабаевич сияқты тұлғалар, олар өзінің жақсы жағымен, әлсіз жағын білсе, жұмыс істеп, өзінің ойып қоятын орны болады. Бірақ біз тылсым кішкене әлсізге мән бермейміз ғой. Бірақ сынақ болады. Именно нақты айтайын дегенім, мыңдық белгінің адамы, олар көп жағдайда олай аталады. Екінші беті деп айтайын, атақтылықтың екінші аталуы пан или пропал деген сөз бар да. То есть бұлар или көшбасшы болады, мықты, орта жол жоқ. Сонысы қиын. Не бар, не жоқ дейсіз. Иә, не бар, не жоқ, дұрыс айтасыз. Патша болады, немесе төменде болады. Сондықтан орта болмағаннан кейін, қазіргі заманда енді, Жамбыл Жабаевичқа қазір оралам, қазіргі заманда білгеннен кейін сол баланы қолдау керек, кішкентай кезінен. Баланы тал бесіктен деп түсініктен айтады.
Ал Жамбыл Жабаевқа оралғанда ол кісіде өзінің мына миссиясынан былай мына өмірде із қалдырады деген кез келген адамға жазылмайды. Прогресс белгісінің адамдары. Ол кісінің андай саусақтары жұмыс істеу керек болды. Сол кезде осы саусақ қай кезде жұмыс істейді? Бір нәрсемен айналысқанда, немесе мына музыкалық аспапта ойнағанда, сол үшін домбыра, қобыз, баян, немесе фортепиано, көрдіңіз ба? Сол кезде өзінің миссиясын жасайды, себебі анаған ол кісі энергиясымен бөліседі. Сол үшін музыкада, творчествоға жақында болатын кісі. Қазір өзіңіз айтып отырған, мысалы үшін жаңағы кішкентай балаларды саусақпен жұмыс істету керек, сонда психологиялық жағынан дамуы да барлығы сонау саусаққа, мысалы кішкентай ойыншықтарды әдейі жасала береді екен ғой, жаңағы не дейді, моторикасын дамытады. Сол сияқты оларда саусақпен жұмыс істеу керек қой, сонда. Әлбетте. Себебі, мысалы кішкентай кезінен баламыздың энергиясы өте көп болса, энергия көп деген не? Мен бұрынғы эфирлерде сізге айтып жүргем, 2 деген сан энергия үшін жауап береді. Егер ол 2 адамның толық есептеп келгенде 1 дана, 2 дана болып тұрса, ол орташа деп 1 болса, одан жоқта бар адамдар. 2-сі мүлдем жоқ, 0 болып тұратын, оларды әлсіз деп есептеледі. Егер де адамның энергиясы 3, ол норма, 3-тен жоғары 4 дана, 5 дана, 6 дана болып жатырса, осы балдарды ғана міндетті түрде аспапта ойнамаса да, мысалы, кішкентай кезінде бала барлық нәрсеге ата-анасының сөзін тыңдайды да, сол өмірді енді әлемді түсініп атқаннан кейін қызығушылық болады. Бірақ бұндай балаларды 10 жасында, 15 жасында әкеле алмаймыз. Сондықтан мана кішкентай баланы тал бесіктен, кішкентайынан деген сол. Баланы жастан деп, біздің қазақтар негізі өте дана халық қой. Баланы жастан деген. Соның барлығы сіздер қазір мысалы ғылыммен айналысып, соны білу, соны дамыту арқылы соған келіп отырсыздар осында, иә? Ал оны баяғыда айтып кеткен ғой біздің айтып кеткен, білмеген ғой. Сол кезде ырым қылып па, немесе өсиет қылып, кеңес қылып, немесе адамның қылқын іс қылқын тұрысын көріп тұрып, ай, мына бала бүйтеді ау деп баяғыда әжелеріміз өздері де жорып отыратын еді, жай ойын айтып отыратын еді. Дұрыс қой, ол кісінің айтып отқан кісінің аузы дуалы. Уақыт өткеннен кейін, ай, мына бала мықты болады. Ұста бермеңдер мына балама, немереме дейді. Жасында да 20 жылдан кейін. Жылауық баланы айтса да, мысалы, әй, ол әнші болады. Бұл жаңағы несі өкпесі ашылсын, іштен яғмай жыласын деп. Сол кезде айтатын болған ғой ата-апаларымыз. Оның да бір қасиеті бар ғой, бір нәрсені біліп тұрады ғой негізі. Негізі жалпы айтып жатады Тори ханым, мынау біздің ұлтымыз, қазақ халқы басқа ұлттарға қарағанда қаны да, жаны да таза, сондай өте керемет ұлт деп. Енді өз ұлтымыз болғасын әрине мақтаған жарасады, бірақ шын мәнінде сол жаңағыдай дәлелденген жағдаят деп атады. Сол жағынан не ой айтасыз? Енді қазақ болғасын, қазағымызды дана, дара, мейірімді дейміз, айта береміз ғой. Енді жақсы сөз сөйлейміз, жақсы сөз жармырыз дейміз. Дегенмен де қазағы болсын, корейсі болсын, немісі болсын, олар кәдімгідей тұлғалар ғой, бір адам. Ол адамның банаға жақсы дүниесімен бірге бізге көзімізге көрінбейтін, бірақ өзі де сезіп тұратын, бірақ дауыстап айтпайтын, әрине әлсіз жақтар болып тұрады. Мысалы, қазіргі мемлекеттердің басшыларын көреміз, мысалы да, Америка болсын, Ресей болсын, мысалы, Қытай болсын, барлығын бағдарламасында, мысалы, мықтылық тұрады, банаға айттым ғой. Немесе банаға мемлекет саласы, власть, көшбасшылық деген белгі болады, біреуде немесе мыңдық белгі, атақтылық деп жазылып тұрады, ол солай жазылып тұрады кәдімгідей, атақтылық, мыңдық белгі кездессе, белгісінің адамы. Тұрсынгүл ханым, сізге мысалы жаңағы айтып жатырсыз ғой, биліктегі азаматтар енді өздері келмесе де солардың жақындары немесе жұбайлары келіп осындай сондай жаңағы қалай болады екен деген сондай сізге жүгінген кез болды ма? Иә, өздері келеді ғой. Өздері келеді, әрине, олар өздері келеді. Көшбасшылар келеді, өздері, мысалы, мемлекеттік қызметкерлер көбінесе келеді. Неге? Себебі андай бізде көтерілім кезеңмен құлдырау кезеңі. Сол кезде құлдырау кезеңінде немесе қазір жаңалықтар көп, біз қазір жаңалықтар естіп жатамыз әртүрлі. Біреуде лауазымды болып жатырса, біреу түрмеге түсіп жатырады. Мысалы, біреу жақсы болып жатырса, керемет болып келе жатады да, біреу жаңағыдай не дейді, аяғынан шалып, неше түрлі болып жатады. Ол біз ойлаймыз, аяғынан шалды деп ойлаймыз. Шын мәнінде олай емес. Адам
біздің өмірдегі себеп тек қана жай ғана себеп шығып тұр ғой сол. иә себеп сол кісі арқылы сынақ келіп тұр. А бірақ шын мәнінде бұл кісі, біз мысалы менің өмірімде бір нәрсе өзгерістер болса, былай да немесе төменге түсіп кетсе, ол кісі тек себепкер болды. Бірақ бірінші қателік істеген мен провокатор болдым сол жағдайда, өзіме әртүрлі ниетіме байланысты, өзімнің мінезіме байланысты өзіме тартып алды деп айтуға болады. Бірақ оған қоса адамның кезеңі де болады. Егер адам құлдырайтын кезеңде болса, ескертуге болады. Сол кезде неге мысалы көп адамдар жұмыстан кетіп қалады, күрделі жағдай қалай түрме қазақша сондайға түсіп қалады дегендей, абақтыға болып қалады. Сосын кейін ақшасынан арылады, әдемі энтузиазммен бастап жатырады да бизнесті. Бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін жұмыс жүрмей қалады. Себебі нөл кезеңінде немесе құлдырау кезінде бастауға ондай дүниелерде болмайды. Немесе қарыз алып жатырады, қарызын өте алмай жатырады. Ерлі-зайыптар ұрысып, керісіп, ақыры кейбіреулер ажырасып та жатқан біз оқиғаларды білеміз. Не үшін? Себебі сондай кезеңге тап болады да. Ал маған келіп түсінген адамдар оны болдырту, қорқыту үшін емес, ескерту үшін. Ескерткен нәрсе мысалы сақтансаң сақтайды деген сөз бар ғой, әдемі айтылған. Сол үшін бұл сақтанудың амалы. Сол кезде мен құлдыраған кезді көріп тұрсам, әйелінде немесе ерлі-зайыпты, немесе лауазымды адамды да, мен айтам да, қалай сол жылы, сол кезеңде жасау керек екеніне бағыт беремін. Көмегі тиіп жатады, енді менің ойымша зор, өзімнен бастауым керек қой. Бұл нәрсе маған өте көмектесті. Жеке басымда өмірімдегі өткен өте қиын жағдайды мен сөзбен айта алмаймын. Ол шын мәнінде ешқандай психологсыз, психотерапевт дегендей, ешқандай дәрігерсіз мен өзімнің жинап деген сияқты, кәдімгі мойынсұнбай, кәдімгідей осы аман жүргеннің барлығы бірінші алай әрине, екінші осы өзімнің бойымдағы плюс-минусты білгеннің арқасы. Осы жерде адамда қабылдау көп болып кетті да, принятие. Мен өзімнің жақсы жағымды бұлай біле тұра, көп жағдайда әлсіз жақпен жұмыс өте күшті істей бастадым. Менде кешірімдік пайда болды. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. 45-3800 телефоны арқылы хабарласып, сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Біздің студиямызға хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Сұраққа сұрақ бар еді. Қызым жөнінде айтып берсе деп едім, Ғазиза есімі 30 декабрьді 97 жылы. 30-12-97. 30 желтоқсан 12 ай, яғни 97 жылғы Ғазиза сізбен аттасып болып тұр ғой. Енді қызыңызды басында айттық қой, миссия туралы. Мысалы, әр адамның миссиясы болады дедік. Бірінші бағдарлама бізде ата-анадан беріледі. Оны 40-қа дейін жасаймыз. Оны 40-тан кейін бұл жерде де бір нәрсе айтып кетейін. 40 жас деп, біз шын мәнінде мұсылман 40 жасты тойламауға тырысады. Мысалы, әже аталар, енді қазір жастар тойлай береді ғой негіз. 40, мен мысалы қарсымын, 40, 41, 42-ні тойлауға мысалы керек емес деймін. Себебі бұл санның басталуы, қазір сіздің сұраққа ораламыз, 4-тен басталады. 4, 1, 2. Сол үшін 42-ден аттап кеткеннен кейін күнде той жасауға болады дегендей ғой. Сол айтайын дегенім, 40-қа дейін жасалатын бағдарлама, бәрімізде де сол знак, андай белгі да. Дәрігер, ұстаз, қоғаммен жұмыс істейтін адамды, социум адам ғой. Жаңа қыз де? Бұл негізі нешеде қазір? 28-де ма? 28-де болып тұр толық. Негізі андай врач от Бога деген сөз бар. Мықты дәрігер болады. Сонда егерде бұл кісілер 10 жыл бұрын келгенде маған, 10 жыл бұрын, бұл кісінің анасы бейімдетіп, бұл кісі ең мықты хирургияда, мысалы, или терапия, или факта мықты врач или стоматолог болатын еді хирург. Енді білмеймін ғой, қай мамандықты таңдады, жалпы біріншісі сол айтылған бағыттар. Сонымен қатар бизнес, іске жақын, финанс, экономика таңдай береді. Өте энергияны айттық, бұл кісіде де Ғазизада энергиясы өте күшті екен. Сол Ғазиза ханымға айтқандай кеңес ойым болды да, саусақтар. Сол үшін, егерде қызыңыз ешқандай бір хобби болмаса, макияж істесін.
шашты әрлеу үйрен өзі үшін тамақ пісірсін, торт, басқа бірдеме. Қазақ айтып жатады, 10 саусағынан өнері тамған деген сияқты, бұл саусаққа байланысты өнері, оның көп дамытса. Өте ақылды қыз, ерінбейді, өте дарынды, талантты, бірақ қандай, бастайды да тастайды. Басы бар, аяғы жоқ деп қояйыншы. Сол үшін бұндай кішкентай, енді қазір үлкен қыз ғой енді, қазір кішкентай балаларды онда режим, спорт, дисциплина септсау керек та, уақытылы. 10-да ұйықтайды, 9-да ұйықтайды, и бүкілін барлығын жоспарлап қояды. Сөйтіп адамды үйретіп тастаса, ауру қалса да әдет қалмайды ғой. Сол үшін барлық ата-анамыздың бізге барлығын істеп тастаған 10 жыл бойы бізге нумеролог 20 жылдан кейін осындайсың деп айтса, біз айтамыз, қойыңыз, сіз мен айтып тұрған жоқсыз дейсіз. Неге? Білмеймін, кішкентай кезімнен 5 жасынан бастап мамама көмектестім дейді. Себебі бұл жерде білмейді ғой, что кезінде анасы нумерологқа барып, баласын бүкіл жағдайын, бағыт бар ғой. Сол бағыт 9 бағытты алып алады. И кішкентай 5 жастан, 7 жастан, жоқ дегенде 10 жастан дейінші, жасай беруге болады. Сондықтан сіздің қызыңыздың энергиясы өте күшті, саусақтары жұмыс істегені дұрыс болар еді. Енді қазіргі кезде жақсы кезең өткенде, ол бір қазір андай айттық қой, бір кезең адамда шарықтайтын кезең болады, біреуі төмен құлдырайтын кезең, 50-де 50 кезең. Тағдырға маңызды, бұл кезеңде жасамаған дұрыс. Сол үшін енді толық алғысы келсе жазылады. Тұрсынкүл ханым, мынау WhatsApp желісі арқылы да сұрақтар келіп жатыр екен маған. Мынау 14 шілде 1995 жылы туылған жігіт. 14-07-1995. 95 жарайды. Сізден бір өтініш жасап жатыр екен. 14 маусым. Шілде. Маусым ол июнь. Мен июльді алдым, 7 айда алдым. 7 ай. Дұрыс. Бұл кісі банағы миссияны айта тұра, прогресс деп айтылып кетті, эфирді тыңдаса басынан егерде. Ол кісілер көп жағдайда аналитикалық жұмыс таңдайды. Сондықтан бұлар мемлекет саласында правоохранительный органы, прокуратура, следствие, немесе аналитика қандай сфер, бағыт, соны таңдайды. Негізі бұл кісі математик. Математик, дұрыс айтасыз, математикаға жақын. Солай ма екен? Тамаша, математик себебі бұндай кісілерді көремін, мен айтам, сіз генийсіз ғой деймін. Сол сияқты бұл кісілердің аталуы да, осы белгінің аталуы прогресс, бір нәрсе, үш бағыт қосылады. Сочетание деген сөз бар, қосындысы, интуиция, ішкі дауыс, богатство, ақша келеді бұл кісілерге, и ақыл, интеллект. Осы үш нәрсе бір осы белгіде қалыптасқан. Сондықтан сіз өте мықты аналитиксіз, атақтылық бұл кісіде бар. Бәрі жақсы, сонымен жақсы дегенде бағытының барлығы сандары болған менде, әлсіз жағы бана энергия туралы эфирде айттық қой, осы бағытпен кете берейік, онда энергия жоқ бұл кісіде. Сол үшін мұндай кісілер энергия әлсіз болғанда тусовщик болады. Анда барады, мұнда барады, достарына барады. Әйтіру, сондай бір орында тұрмайды. Себебі бір қалыпты емес, себебі энергия жоқ қой. Сол үшін бұндай кісілер сіз сияқты сала таңдау керек. Немесе әнші болу керек. Әншілер неге сахнада кейбір әнші 2 концерт бере алады. Себебі энергияны халықтан алады ғой. Қошемет деген халық оларға энергия беріп отырады, донор болады. Құрылыс компаниясында, жұмыс істейді екен, құрылыс компаниясында, бірақ есеп-қисап жағынан жаңағы госзакуп дейді, мемлекеттік сатып алу бөлімінде істейді екен. Тамаша. Сондықтан бұл кісі атақтылық та бар, өте андай тапқыр, тез ойлайтын қабілеті де бар, өте ақылды. Бұндай кісілерді мен министерство үйі деп айтам ғой. Себебі аналитикасы өте күшті. Ақ үйде. Кәдімгі бір мекемені басқарып отыратын кісі ғой негізі. Өмірдің еркесі деген, мысалы бұндай кісілер өткен шаққа оралады. Мысалы, әсіресе ол кісі оралуы мүмкін 5 жасында ауырып қалуы мүмкін, 11 жасында өмірде жеке басында немесе өзімен бір нәрсе айтылып жатқан дүниелер 5 жас, мысалы 11 жасында, 17 жасын есіне түсірсін, 23-29. Неге бұл жастарды айттым? Себебі бұл кісіде 6 жыл сайын осындай сабыр сақтайтын кезең келеді. Оның аталуы 0 кезеңі. Сондықтан сондай нәрседе енді өткен шақта ол кісі біліп отыр. Қандай жайттар, жағдайлар өмірінде болған. Сол үшін сондай кезеңді білген де дұрыс.
Сондықтан туған күнге дейін жарты жыл бұрын бір қойды сойып, міндетті түрде кезеңі басталғаннан кейін бір қойды сойып жеңілдетіп жіберу керек. Себебі бәрі Алланың қалауы ғой. Қанша бізде жақсы әдемі сәттер немесе әдемі емес сәттер, ол Алланың бізге жазған пешенесіне дүниелері. Сондықтан біз біліп тұрғаннан кейін есеп қой. Алла жолында бәрібір құрбан шалып тұру керек. Міндетті түрде. Ол менің бірінші айтатын дүнием. Себебі мен көмектесе аламын ба, жайда адамның мінезін айтып отыруға қақым бар ма деп осылай аудио жіберіп отырғанда барлық менің таныстарыма айтам: қыздар, мен білмеймін, қақым бар ма сізге мінезіңді айтып, ай, сіз бүйте қойыңызшы деп айтуға. Мүмкін сіз сол мінезіңізбен барып біреуді басынан жарып қоюыңыз керек шығар деген сияқты. Сол үшін мен білмеймін деймін. Сол үшін мен де жүректегі иманды әлсіретпей ақ қояйын. Енді періште иман болмаймын, дегенмен де айту парыз. Рас, мүмкін маған Алла тағала осындай мүмкіншілік беріп тұрғаннан кейін, осындай бізде кезең бар, есептеу амалы бар. Сіздің кезеңіңіз осындайда, 10 күн қалғанда бір қойды сойып таратып жіберсеңіз, енді басқасын Аллаға тапсырамыз деп айтып отырамын. Тағы бір кісі хабарласыпты. 0204-1993 қаржылай баю жағы, баю жолдары бар ма дейді. Бар. 02. Осы жұмысы бар, бірақ қаржы жетпей жүр дейді. Түсіндіремін қазір. Осындай сұрақ кепті. Әдемі сұрақ. 02-04-93 1993. Ертең екен ғой туған күні? 2 сәуір. Құтты болсын. День идеалиста. Барлығын, түсініңіз ғой, идеалист деген сөзді ойлай беріңіз, ассоциация кете береді. Барлығын кәдімгі осылай бәрін әдемі дейді. Вкус керемет. Оның кісінің айтқан, ер азамат па? Ер азамат. Күшті киінеді, сырттай болып киінгісі келеді, бай болғысы келеді. Сымбатты өзі де. Сымбат, енді оны да көріп отырық қой. Энергиясы бар адамдар барлығы сымбатты. Сосын олар андай болады. Сондай тартымдылық, магнетизм. Магнетизм ба? Я же не виноват, что я красавчик деген сияқты ғой. Дұрыс? Тура соны сияқты. Он не виноват реально, потому что сүйкімді ғой. Андай магнетизм тартады адамды. Энергия деген күшті ғой. Мысалы, білесіз, сіз кейбір адамдарға көп отырғыңыз келмейді сөйлесіп. Жай олар сіздің энергияңызды алып жатыр ғой. А бір адамдармен сіз қайта-қайта сөйлесіп, немесе көрмей қалсаңыз, қашан қауышамыз деп сондай бір түрлі сағыныш болып отырады. Себебі энергиясы 0 адам онша қызық болмайды, бірақ біз оларға қызықпыз. Енді өзімді алмай қойын, енді жақсы. Басқа бір энергиясы көп адамдарды айтайын. Сол мына кісі сондай. Энергиясы күшті. Ол кісі өзіне тыныштық бермейді, ешкімге тыныштық бермейді. Сондай бір сырттай қарасаң сабырлы көрінеді. Жоқ, бірақ мүмкін бұл кісі фокус жұмысында беретін шығар. Мүмкін жұмысы банаға айтқандай саусақтар. Білмеймін ғой, қандай бағыт. Бұл кісіде атақтылық бар. Бана эфирде айттық. Миссия мыңдық белгінің адамдары дедік. Бұл кісіде 28-10 сіз атақтысыз. Бұл бағдарламаны сіз 40-қа жасайсыз. Мен кішкене сұрақтан кішкене тайып кеткен сияқты, ақшаға келейік. Бұл кісілер яғни нақты мыңдық белгінің 28-10 белгісінің адамдары өздерінің өмірінде ептеп, ақырын басып, нық өзінің мұратына жететін кісілер. Сондықтан бұл кісіде атақтылық бар, ақшасыз болмайды. Ақшасыз болмайды, ақшасыз болмайды. Просто бұл кісіні біреу жақтырса, біреу жақтырмай қалады, соған нервы ұстайды деп қойыншы, қазақша айтқанда. Нервы ұстамай жүрсін. Әділеттікке күресе береді. Әділеттік күреседі. Телефон арқылы хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Одан кейін оны нете жатармыз. Жалпы нумерологияны айтам да, көріпкелділік деген негізі о бастан біздің ұлтымызда бар, бірақ нумерологияның оның айырмашылығы бұл жерде сандар сөйлейді. Сан ғылымы деп айтуға болады. Және де негізгі бір-екі айырмашылығын айтып өтсеңіз, елдерге түсінікті болу үшін. Қайсының нақты? Нумерология мен көріпкелділіктің. Оны да түсіндіруге болады. Енді көріпкелдік үшін мен айта алмаймын, себебі мен өзім әрдайым айтып отырамын, мен көріпкел емеспін. Не үшін? Бұның жауабы оңай Ғайза ханым. Мысалы, кісі маған келеді, ер азамат болсын, әйел адам болсын, баласын сұраса да айтады, сіз айтыңызшы Тори, мен туралы дейді. Сосын айтам, мен сіз туралы айта алмаймын. Егер сіз менің қазір маған толық, фактически нақты туған күніңізді айта алсаңыз, айтып беремін деймін. Міне осы айырмашылық деген сол. Ол сандар сөйлейтін. Тағы бір хабарлама келді маған. 06-06-94 жыл еңлік қыз.
айтпақшы мына кісіні ауыстырмай тұрып айта қояйыншы, кезеңін көре қояйыншы, банағы 93 жылғы адам. Жігіттің ба? Жігіт, иә. Андай бір үлкен кәсіпқа ақша салмасын. Себебі өткен жылы бұл кісі картоп жарды, қате істеді. Ода қате жұлып тұр. Енді ары қарай картоп жаруға Картоп жармай-ақ қойсын, е? дым істемей-ақ қойсын, сол бар нәрсені бағалап, басы аман, дені сау. Енді дұрыс қана қаржының сұрағына қарағанда қаржы болсын деп бір нәрсені бастаған, бірақ ол болмай қалған ғой. Болмайды, оны соны сұрау керек қой. Өткен эфирде келдім ғой деп қой. Сол кезде сұрау керек еді. Иә, сұрау керек еді. Сол үшін енді барлығын біреулер арқылы істесін, сенетін кісімен. Себебі өзі тағы да өткен кезеңі ертең туған күні болады ғой. 6 ай бұрын өткен шаққа оралсыншы. Сонда 6 ай бұрын өзің ертең ғой туған күні. Сол кезде қате шешім кезең болды. 6 ай бұрын қате шешім қабылдаған, е? Иә, 6 айға дейін кешіріңіз. Ал 6 ай бұрын мына удача отворачивается. Сондықтан бұндай кісілер кәсіп бастайды. Мысалы менің құрбыларым, таныстарым бас кәсіп бастап қояды. Кейде мені сұрағысы келмейді. Тәкаппарлықта адамда бар ғой. Жарайды, енді ол Аллахтың қалауы ғой деймін. Бір заманда енді келеді ғой үйлеспегеннен кейін, 6 айдан кейін, 9 айдан кейін, тори что-то үйлеспей жатыр дейді. Мына жігіттің жағдайы сияқты. Мен айтамын, не болып қалды дедім. Білмеймін, осылай жасап едім. Болмайды деймін. Болмайды. Сен қазір осы барын сақтап қалуға тырыс. Бағалау керек. Барыңды бағалау керек. Жоқ, ол енді бизнесте ақшаны шығару керек қой. Бағалама ақша жоқ қой. Бағалайды десе ақша жоқ. Бағалан уже не ауырып қалады ғой. Көрдіңіз ба? Жүйкесі тозып кетуі мүмкін одан, е? Сатады, немесе қасына партнерді алады. Сәттілігі и көтерілім кезеңдегі инвестор ретінде. Бірақ бұл кісі андай әділетке күреседі. Барлығын бәріне дәлелдеп жүреді ғой. Әсіресе жеке өмірінде. Мысалы, ол тұрса, жолдасы болса, мысалы, сопақ болып тұрады. Отырса, опақ. Сүйкімді болса да, ол кісінің бір нәрсеге айтыр, шымшып отырады да үйдегілер. Бұндай жігіттер, или қыз балалар үйде бәріне жауап береді ғой. Бәріне тартылып тұрады. Үйде қара жұмыстың бәрін осындай кісілер істейді ғой, негізі. Себебі жоқ деп айта алмайды. В этом проблема деп қояды. Аман болсын. Аман болсын, иә, жақсылық. Ақшасы көбейсін. Иә, бай болады ғой. А бай бола ма? Асықпаңыз енді, звезда ғой. 32-де ғой, 42-де әлі уақыт бар, 10 жыл. Әлі бай екенсіз ғой. Әрине айттым ғой, бұл 28-10 белгісінің адамдары ақырын басып, нық басу керек. Сол үшін атақтылықты жай бермейді ғой. Банағы атақтылығы бар, мыңдық адам деп айтып кеттім ғой, бірінші бағдарлама. Соны жасайды. Негізі ұстаздық, тренер, коуч, бір нәрсені үйрету керек қой. Ондай кісілер бөліспесе, артқа кетеді. Біліммен бөлісіп жүру керек. Өзіне шәкірттер жинау керек. Сол кезде жанады жұлдызы. 6 маусым 94 жыл еңлік деген қыз дейді. 6 маусым 6-06-94. 1994. 6 маусым 1994. Еңлікке енді еңліктің кезеңін бірақ көріп жіберейін. 32 жасқа толайын деп тұр. Жақсы кезең. Өмірінде өзгеріс тұр ғой. Өзгеріс тұр ма? Иә, немесе тұрмыста болмаса тұрмысқа шығады. Тұрмыста болып тұрса, емес. өпелі болады. Онда тұрмысқа шығайын деп тұр. Иә, сол өзіне бұрын білмейтін кісіге шығады. Білмейтін кісі. Мүмкін араласып жарты жыл бойы сөйтіп нететін шығар. Себебі толық 32 жасында тұрмыс құрады. Бірақ бұл кісіге түсіндіруге жүрегі жұмсақ. Банағындай ана кісіге кішкене сәйкестігі бар екен. Жүрегі жұмсақ, бірақ барлығына шауып жүреді. Айтады ғой, аузын аша жүрегі көрінеді деп, сол сияқты ақ көңіл. Өте ақ көңіл кісі. Бірақ бәрі іліп қояды. Үйдегілер де. Қара жұмысты істейтінімізде еңлік бар да. Мен істемеймін Ғайза ханым. Не үшін білесіз ба? Мен өмірдің еркесімін ғой. Маған біреу қойып береді. Мен де сондаймын. Сіз де сондайсыз. Мен қазір тағы да қарап жіберемін. Сол үшін айтқым келді, көпше түрде екеуміз туралы. Бірақ енді қазір оны қараймын. Өзімді біліп тұрғаннан кейін еркін айтып жатырмын да. Сол үшін бұл кісіге еңлікке жүрек қаламаған нәрсені істемеу керек. Мысалы, адамда жүрек сезеді. Бағана сіздің сұрағыңыз. Неге көріп келдік бар ма деп сұрадыңыз ғой. Әр адамда көріп келдік деген ол сезім ғой. Инстинкт дейсіз ғой. Мысалы, Абай Құнанбаевтың өзі де жүрек туралы көп айтты ғой. Біз неге бір нәрсе ақпарат естігенде, қуанып кетіп жүрегім қуанды дейміз. Неге өкпе қуанды демейміз, бөтеке қуанды. Неге бауыр қуанды демейміз. Неге бауыр қуанбайды деген сияқты. Біз жүрек, немесе бір нашар ақпарат естісек, жүрегім ұшып кетті дейді. Сердце в пятки ушло дейді. Неге солда жүректің дейді. Себебі жүрек дұрыс қой. Дана адам, дана нәрселерді сөйлейді ғой, әдемі. Сондықтан бұл менің адамды түсініп отырып түсінгенім.
еңлікте де, алдындағы жігітте де жай емес, оларда жүрек сезеді. Жүректің жұмысы бастапқы секундтарда жасайды. Себебі бірнеше секундтан кейін бізде жүрек тынышталғаннан кейін біз әртүрлі көреміз, көз көреді, құлақ естиді, ми жұмыс істей бастайды. Сол кезде біз басқа сеніп кетеміз де, қасымыздағы досым немесе ата-анамыз айтады: "Ей, қойшы, сен соны істемей ақ қойшы, тым болмайды" дейді. Жүрек қуанып кетті. Бірақ ата-ананы жақсы көреміз ғой. Күйеуімізді немесе әйелімізді, баламызды жақсы көреміз де, "Ай, жақсы, көңіліңе қараймын ғой" дейді. Біраз уақыттан кейін өкінеді. Сол үшін өзіңізге қатысты нәрсе еңлікті не сездіңіз, соны жасаңыз. Қаламаса, жоқ деп майыса қалыңыз, кешіріңіз деп. Ал енді қалап тұрсаңыз, шабас. Алға. 1 маусым 1996 жыл. Жігіт Ерболат. 1 маусым 1996 жыл. 6. Так. 01-07-96. 01-06. Маусым деген, шілдемен шатастырып жатырмын. Так, абайлаймыз. 1-06 96, 29 жаста. Бұл бала, бұл жігіт деген енді, бұл жігіттің кезеңі оңай болған жоқ. Қазір енді мұны жазда туған күні болады. Енді бұл кісі өткен шаққа оралып кету керек, банаға жарты жылға. Сол кезде қиын болды. Соның үшін бұл жерде енді өтіп кеткен шақ боласын еркін айта берейін. Жеке өмірінде біреу айырылсады, немесе ұрысады, келіседі, немесе кейбіреудің денсаулығы сыр береді. Жақын адамнан дүниелік болуы да мүмкін, жақын немесе ауырып қалуы да мүмкін. Мен бұл да деп жатқан жоқпын. Жалпы сол кезеңде деп жатырмын. Сол дұрыс түсінсін да, ол уже жартысын өтіп кетті. Сондықтан бұндай кезеңде бар нәрсені сақтап, бір жұмысты ауыстырмау керек. Егерде себебі алда сатқындық болуы мүмкін. Сондықтан құрбандығын шалсын. Мен айтқандай басында эфирде садақа үзілмейді. Аллаға тапсырамыз. Бірақ тағдырға маңызды шешім жасамасын. Ажыраспау үшін, біреумен керісіп қалмау үшін жақын адамымен ұрыспайды. Ол ойлау керек. Менің кезеңім ғой сондай. Қазір мен жолдасымның немесе тағы бір адамның сен неге маған істемедің деген сияқты деп провокация жасайды. Сол үшін былай адамды бір жүрекке сабырлық шақыру керек. Ашу көтеріліп батырып тоқтау керек та. Біз оталып кетеміз ғой. Оталайын деп атқанда секундта тоқтату негізі тек қана бұл кісіге кеңес емес, бәрімізге күшті болар еді сол кеңес негізі. Сондықтан бұл кісі сондай, бірақ бұл кісі көріпкер. Көріпкер болғанда сезіп тұрады. Иә, бірақ мен таңғалғаным Ғазиза ханым, бұндай мықты, зор, 3-ші көзі бар дейді ғой, 3-й глаз. Бұндай кісі осы сондай, бірақ бұндай тормоз сияқты болады. Неге? Көп білетін адам өзіне көмектесе алмай қалады ғой. Түсінесіз бе? Сондай бір игере алмай қалады. Байқайсыз ба, мысалы бір апа сынықшы болады, әдемі емдейді әртүрлі ауруды. Қарап отырсаң апаның денсаулығы бәрі жақсы болып тұрады, сүйкімді болып тұрады, бірақ жағдайы онша емес болады. Бір кем дүние да. Бір кем дүние. Иә, кем дүние бір. Сол айтайын дегенім, сол мына кісі көп күмәнданады. Ол бір қадам, екі қадам алға басады, бір қадам артқа кетеді. Сол үшін айтылған жүректі тыңдау деген бұл кісіге бірінші ғой. Ешкімді тыңдамау керек, өз жүрегіне құлақ салу керек. Бәрі кінәлі қыла береді деген. Бүгін бізге эфирге соққанның барлығы безгіні виноватылар соғып жатыр ғой. Сол үшін кеңес барлығыңызға бірдей, бұл барлығы мені түсініп отыр. Қай-қайсысы да. Өкінішке орай бұлай сөйлесіп отырмағаннан кейін кері байланыс. Көзін көрмегеннен кейін дейсіз ғой, көзін жанарын. Халық түсінбейді ғой. Өздері күшті түсініп отыр. Сондықтан жүректі тыңдаңыз. Көп жағдайда сіз күнәлі болып қаласыз, егерде қаламаған нәрсені істесіз. Бұл кісі шынайы. Шынайыдан бетке айтады. Ашуланса кәдімгідей бүйтіп айтып тастайды. Үйдегілер де біледі. Бір сөйлесе, бір құлдап, қайнап атқан шай көң сияқты тоқтамайды. Айта береді. Кешірдім дейді, қайтадан 5 күннен кейін қайтадан айтады. Сөйлемесе сөйлемейді. Иә, үндемей отырады, бірақ бір көтерілсе, себебі шынайы адамдар сондай болады. Бір кем дүние ғой. Шынайы. Рахмет, Тұрсынгүл ханым. Бізде 1 минут қана уақытымыз қалды. Қорытындылау ретінде жалпы барлық адамзат, әйел адам болсын, ер адам болсын, барлығы бір жақсы дүние, жақсы зат күтеді.
бірақ сіздің сөзіңізден байқағаным барлығы әркімнің өз тағдыры өз қолында Жеке. сияқты. Солай ғой. Өте шын мәнінде жақсы нәрсе көп, жақсы нәрсені де айта беруге болады. Мен неге әлсіз жақтарды айта бастадым? Себебі сақтанған дұрыс. Себебі адам қазір кәсіпте бастап кетуі ұрысып та қалуы мүмкін. Бірақ мені түсінгеннен кейін олар кішкене өзінің тәубесіне келеді деген сөз ғой. Ал жақсы қасиетте бізде бірге жүреді. Бүгінде сіз уақыт бөліп сонша жерде өзіңіз Астанада тұрасыз, Атырауда туған Атыраудың гүлісіз дегендей, біздің Әулиеата жеріне уақыт бөліп келгеніңізге, көрермендерімізге, оның ішінде жеке хабарласқан азаматтар мен азаматшаларға сіздің берген жаңағы не дейді, ақылыңыз, айтқан ақпаратыңыз өздерінің өмірінде үлкен бір пайдасын тигізеді деген үміттеміз. Не дейді, сіздің де денсаулығыңыз мықты болсын, жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет келгеніңізге. Сізге де рахмет, Ғазиза ханым. Құрметті телекөрермендер, біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Кез келген адамның, әркімнің тағдыры өз қолында. Егер де жақсылық жасасаңыз, ол жақсылығыңыз еселеніп, өзіңізге болмаса, болашақта ұрпағыңызға қайтуы мүмкін. Сондықтан да барлығымыз жақсы адам болып, жан-жағымызға шуағымызды шашып жүруге тырысайық. Үйлеріңізде бақыт пен береке болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.